Қара өлім. 1918 жылғы тұмау пандемиясы. COVID-19. Біз бұл әлемді өзгертетін пандемияларды екіталай, өте сирек кездесетін оқиғалар деп ойлауға бейімбіз. Бірақ 1980-2020 жылдар аралығында кем дегенде 3 дерт жаһандық пандемия тудырды. COVID-19 сонымен қатар 2009 жылғы шошқа тұмауы және HIV ЖИЦ пандемиясы болған. Аурудың пандемияның тууы таңғаларлық жиі кездеседі. Соңғы 4 ғасырда кем дегенде 10 мың адамның өмірін қиған дерттер небәрі 4 жылда кездеспеген. Бұл кішкентай алаулар сияқты туындаған дерттер COVID-19 пандемиясынан қарағанда әлдеқайда аз өлімге әкеледі. Шындығында 1918 жылғы тұмаудан кейін туылған көптеген адамдар өмір бойы COVID секілді пандемияны кездестірмей өмір сүруі мүмкін. Сіздің де бұндай пандемияны кездестірмеуіңіздің ықтималдығы қандай? Бұл сұрақтың бірнеше жауабы бар. Сіз тарихқа қарай аласыз. Өткенді зерттеген ғалымдар мен инженерлер тобы 1600-1950 аралығында болған пандемияларды үлкен каталогқа жинаған. Олар бұл деректерді екі нәрсені жасау үшін қолданған. Біріншіден, белгіленген уақыт аралығында жаңа дерттің әлемде кез келген мөлшердегі өршуінің ықтималдығын созу үшін. Екінші, бұл дерттің әлем халқының белгілі бір пайызын өлтіруге дейін жеткілікті үлкен болатынының ықтималдығын бағалау үшін. Бұл графикте пандемияның екіталай еместігін көруге болады. Команда осы екі әдісті қолданып, COVID-19 деңгейлі пандемия жылына шамамен 0,5% ықтималдықпен, егер жаңа дерттер пайда бола бастаса, жылына 1,4% ықтималдықпен пандемияның тууы мүмкін деген статистика шығарған. Біз бұл сандарға артынан ораламыз. Бірақ алдымен болашақ пандемияның ықтималдығын бағалауды басқа жолмен қарастырайық. Пандемияны басынан модельдеумен. Көптеген пандемиялар үшін патоген бұл ауру тудыруы мүмкін микроб қалыпты хосттан тарауы керек. Яғни бастапқы ауру жұқтырған адамнан басқа адамға таралуы қажет. Содан кейін халықаралық шекараларды кесіп өтіп, көптеген адамдарды жұқтырып, кең таралуы керек. Көптеген факторлар берілген аурудың пандемияға айнала алатынын анықтайды. Мысалы, патогеннің типі, адамдардың қаншалықты сол патоген бар жануарлармен жиі байланысқа түсетіні, қоғамдық иммунитеттің не бар, не жоқтығы және тағы басқалары. Вирустар. Келесі үлкен пандемияны тудыруы мүмкін басты үміткерлер. Ғалымдар әлемде әлі адамға жұқпаған, бірақ өзге сүтқоректілер мен құстар ауыратын 1,7 миллион вирус бар деп есептейді. Және олардың шамамен 40% адамдарға жұғып таралуы мүмкін. Ғалымдар тобы модель құрған кезде осы ақпаратты ғана емес, оған қоса ғаламдық халық саны, әуе жол желілері, адамдар қоғамда қалай қатынасады, әлем елдерінің ауруға дайындық деңгейі секілді ақпараттарды қолданған. Компьютердегі модель жүздеген мың виртуалды пандемияларды тудырған. Содан кейін ғалымдар бұл каталогты COVID-19 деңгейлі пандемияның туу ықтималдығын бағалауға қолданып, ол жылына 2,5-3,3% дейін деген қорытындыға келген. Бұл сандарды жақсылап түсіну үшін бастапқы және соңғы сандардың ортасындағы санды таңдайық. Енді ықтималдық ағашы диаграммасын салайық. Ағаштың бірінші тармағы бірінші жылды білдіреді. COVID-19 деңгейлі пандемияны бастан кешудің 2% ықтималдығы бар. Бұл дегеніміз COVID секілді пандемияның болмауының
98% ықтималдығы бар. Екінші тармақ дәл солай. Үшіншіде, дәл осылай 72 рет қайталайық. Толығымен пандемиясыз өмір сүруге әкелетін бір ғана тармақ бар. 98%-ды 75 рет көбейтсек, шамамен 22% ғана аламыз. Сондықтан, алдағы 75 жылдағы кем дегенде бір ковид секілді пандемияның болуы, кем дегенде бір ковидпен өмір сүру ықтималдығы 100%-дан 22%-ды азайтқанда 78%-ды құрайды. Егер 2%-ның орнына 0,5%-ды алсақ, ықтималдық 31%-ға азаяды. Егер ең нашар жағдайдағы 3,3%-ды алсақ, ықтималдық 92%-ға дейін көтеріледі. Тіпті 31%-ның өзі назар аудару керек сан. Біздің жолымыз болып ауру болмаса да, болашақ ұрпаққа ауру әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ, пандемиялар әдетте кездейсоқ, тәуелсіз оқиғалар. Бұл дегеніміз, егер COVID-19 деңгейлі пандемияның пайда болу жыл сайынғы ықтималдылығы 1% болса да, жаңа пандемия 10 жылдан кейін пайда болуы мүмкін. 21 ғасырдың жақсы жаңалығы, ол қазір бізде пандемияның салдарын жеңіл ететін құралдарының барлығы. Ғалымдардың есептеуінше, алдын ала ескерту жүйелері, қоғамдық арақашықтықты сақтау, карантин және денсаулық сақтаудың басқа да шаралары. ақш-тағы COVID-19 таралуы кезінде миллионнан астам адамның өмірін сақтап қалған. Бір күні тағы бір пандемия жер шарын дүрліктіреді. Бірақ біз сол күнді алыстата аламыз. Біз дерттің таралуының қаупін азайта аламыз. Дерт таралып кетсе, оның пандемия болу-болмауына әсер ете аламыз. Ойлап қарасақ, егер адамдар жануарлар әлемімен аса сақтықпен байланысса, егер адамзат жаңа аурулар мониторингін бақылайтын бағдарламалар ойлап тапса, әмбебап вакциналар мен аса дамыған вирусқа қарсы вакциналар және біз тіпті ойламаған технологиялар пайда болатын болса, пандемия пайда болу ықтималдығы 0%-ға жақын болушы еді. Осы ықтималдықтарды өзгерту өз қолымызда. Сонымен бізде екі таңдау бар. Біз ештеңе істемейміз және сәттілікке үміттенеміз. Немесе біз қауіптің барын ұмытпай, бүкіл адамзат қиналмай жеңетін етеміз. Сіз қай болашақта өмір сүргіңіз келеді?